Тұрсынбек жақында неге Меккеге барып келді ғой. Қабыл болсын. Амин. Сол кезде маған звондайды, жылап звондап отыр. Осындай, сен қайдан білдің дейді, нені қайдан білдің, уже айта алмай жатыр деп дірілдеп, ана үлкен эмоциямен сөйлеп жатыр. Ол сөз қайдан білдің дейді, қандай сөз десем, сен маған всегда айттың дейді, всегда үйленгеннен бастап Алла тағала сені жақсы көреді, сен везучийсің, халық сені құрметтейді, Алла тағала сені өте қатты жақсы көреді, ерекше жақсы көреді. Өйткені мен байқаймын да, бір жерде бір жол апаты ойнап тұрған жерден Тұрсынбек мына жаққа бір сақтап қалады, көзбен көрінетіні бар, көрінбейтіні бар, жаңа Алла сақтасын енді. Оны айтайын деген бір жолда келе жатқан ғой, достарымен Ералы, Аян деген үшеуі келе жатқанда, түнге тойдан келе жатады, машина тоқтайды да, Ералы, Аян сен ренжімеші, мен Ералыға отыра салайын дейді. Ералының машинасына отырады. Сөйтсе, керісінше жаңағы Аян машинасына отырғаннан кейін, жаңағы жарты сағаттан кейін ба, жаңағы машина жол апатына ұшырайды. Тұрсынбектің отырған жағы бүйтіп майысып кіріп кетеді ғой, ана водитель аман қалады. Сонда егер ана машинаға ауыспаса, Тұрсынбек кетер еді. Иә. Мысалы, көзге көрініп тұрған ақиқат, енді везение. Алла тағала жақсы көріп тұр да. Иә. Сондай моменттер бүйтіп Алла тағала бүйтіп алып қалады да, соны байқаймын мен.